Айдана, сен бісің? Я, қалайсың? Жағдайым сұрама, жағдайым нашар. Сен ана Русланын алаяқ. Пәтер алып берем деп ақша алған. Пәтерде жоқ, ақша да жоқ. Оңбаған баспанасы қалдырды. Енді маған ренжімеңдер. Русланмен сотта кездесеміз. Ұялы телефоны сөніп тұрады. Көрсетемін әлі алаяққа. Айдана, тоқташ. Айдана, жыламашы. Ештеңе етпейді. Бәрі де жақсы болады. Маған жиналуға көмектесші, мен бұл үйден кетем. Ойланып көрсейші. Жоқ, мен ойландым. Салтанат, мынаны алып шыға берші. Алло, мама, мен бара жатырмын. Сәлем, Руслан. Сәлем. Бұл жерде не болып жатыр? Айдана, қайда кетейін деп жатсың? Мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Осы тірліктердің бәрін қоям, бүкіл қарыздардан құтылам. Мен сені жақсы көрем ғой. Мен саған сенбеймін. Айдана! Айдана, есікті аш! Есікті аш, Айдана! Әй, сен бала! Мына жүрісің не? Келме дедім ғой саған. Айдананы шақырыңыз маған. Шақырмаймын Айдананы. Сендей алаяқпен өмір сүрмейді қызым. Сіз мені Айданамен ажыратайын деп отырсыз ба? Әй, алаяқ! Осы уақытқа дейін мүмкіндігің болды. Анаңды неге аямайсың? Алаяқ, қаншама адамдардың көз жасына қалдың. Біздің қиналғанымыз сенің кесірің, сен алаяқтың кесірі. Тоқтаңыз, мен алаяқ емеспін. Жоғал, кет бұл жерден. Сендер кім едіңдер мені? Алаяқ дейтіндей. Көрсетем әлі сендерге Русланның кім екенін. Бұл өмірден шаршадым. Шаршадым осы барлығын. Алло. Ассалаумағалейкум, Руслан бауырым. Бұл мен Бақытжан. Бауырым, мешітке барайық. Мен үйден шығып жатырмын. Қазір саған барам. Бірге барсақ деп едім. Мен сендерге қанша рет айтам? Бармайым мешітке. Уақытым жоқ менің. Бауырым, мешітке бір келмедің. Бұлай болмайды ғой. Маған мешіт жайлы айтпаңдар. Мен жұмыстағы адаммын. Уақытым жоқ. Жарайды, сау бол. Мені мазаламаңдар. Демаламын мен. Шаршадым осы барлығынан.
Енді жетпеген мешіт еді. Мені тыңдаңыз. Егер сіздің балаңыз ақшасын әкеп бермейтін болса, бұл дүниеде оны көрмейтін боласыз. Руслан сенің досың еді ғой. Саған не болған? Не болды сендерге? Апа, тыныштық па? Балам, енді не істеймін? Руслан ана балаларға қомақты ақша қарыз көрінеді. Ақшаны қайтармаса, өлтіреміз дейді. Сені Русланға көмектесші. Жарайды апа, сіз Кешеден уайымдамаңыз. бері ұялы телефон істемей тұр. Жарайды апа, Руслан табылар. Денсаулығыңызға қараңыз. Көмек бересің бе? Иә, ауылдасымсың ғой. Күйеуім білмейді. Білсе қиын болады. Тез қайтарасың ғой. Әрине қайтарам. Үй алатын ақша еді. Соны шетінен беріп отырмын. Уайымдама, жұмысым жүріп кетсе тез қайтарам. Проходи. Ассалаумағалейкум, Ереке. Қалай жағдай? Отыр. Қалыңыз қалай, Ереке? Жақсы. Сені қанша күтуге болады? Менің інімнің ақшасын алып, мынау не сенің? Қалай түсінуге болады? Ақшаны алдың ба? Орнына қоймайсың ба? Бизнес жасайық дегенбіз. Қайдағы бизнес? Қолынан келмесе, бизнеске мұрныңды сұқпа. Ақшаны әкелдің ба? Иә, Ереке, алып келдім ақшаны. Ақшаны қой да, менің ініме жолама. Түгел ме бұл жерде? Түгел, Ереке. Жарайды, бара бер. Сау болыңыз, Ереке. Да, мать его жалко. Руслан, Иә, Ереке. сенің жалғыз анаң бар ғой. Иә. Мына тірлігіңді қоймасаң, анаң өлуі мүмкін. Болмаса сен өзің өлесің ғой. Тыныш жүрмейсің бе? Иә, Ереке, дұрыс айтасыз. Өзім де шаршадым бәрінен. Байқап жүр. Конечно, устал. Полгорода перекидал. Я еще удивляюсь, как он живой ходит. Не болды? Руслан, осы уақытқа дейін телефонды неге көтермейсің? Саған берген ақшаны күйеуім біліп қойды. Ақшаны тез қайтармасаң, жағдайым қиын болады. Сөзіңде тұрмайтын адам екенсің. Болды, звондай бермеші маған. Айттым ғой, болғанда берем деп. Звондама маған, болды. Сен не айтып кеттің? Қайдағы ақша саған? Апама не болды? Апаңыз ауыр халде жатыр. Апам денсаулығы жақсы еді ғой. Тезірек келіңіз. Сізді сұрап жатыр. Не, бара жатырмын. 5 минутта болам. Шықты анау. Жігіттер, қойыңдар. Жанболат, сөйлесейік дұрыстап. Уақыт беріңдер маған. Сенде уақыт жоқ.
Я Алла, кешірші мені, я Алла. Анашым, жете алмадым саған, анашым, анашым. Анашым. Руслан балам, саған не болды? Бұл түс екен ғой, анашым. Балам-ау, саған қанша рет айтам, таза жүр деп. Жуынып, шайынып дастарханға кел, тамағың дайын. Асықпай тамағыңды іш. Мен Айдананы алып келейін. Осы асығыс жүргеніңді қашан қоясың? Не істесем екен? Ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Тортпен жүрсің ғой? Иә. Бүгін анашымның туған күні, сол үшін алып едім ғой. Жақсы. Абай, осы сен намаз оқып жүргеніңе қанша уақыт болды? Бала кезімден. Ендеше мен кешігіп қалыппын ғой. Жоқ. Намаз оқимын деген адамға ешқашан кеш болмайды. Намаз оқиын деп едіңіз? Мен намаз оқуды білмеймін ғой. Бүгін жұма, менімен бірге жүріңіз. Үйренесіз. Жақсы, барайық ендеше. Жүріңіз. Біз пенделер әртүрлі себептермен мешітке келеміз. Түс болғаны қандай жақсы болған. Қартайғанда оқимын деген адам қартайған шағына жеткен уақытында жаттай алмайды, тілі келмей жүргенін көресіз. Қатты қиналып қалады бұл нәрсеге. Құран Кәримде Алла Тағала «Сумма ла тусалунна Еума изин анин наим». Ол күні сендер берілген нығметтердің баршасын сұраласыңдар дейді. Бізге не берілген болса, бүкілінен Алла Тағала сұрауын алады, жауап береміз бұған. Бұл қалай болды? Не істедіңіз? Қай жерде өміріңізді өткіздіңіз? Жастық шағыңызды немен өткіздіңіз? Баршасы есепке алынады. Сол уақытта өмір босқа өткен болса, адам өміріне келгеніне өкініп, өзіне өз лағнет айтатын уақыт сол кезде болады. Осы күнге жетпей тұрып, адам пайдалы іске бірден көшу керек. Және жастарымыз көп нәрседе алданатын себептері. Бәрін көріп қалайық деу. Қызықты көріп қалам деп жүрген уақытта өмірдің баршасы өтеді. Бұл шайтанның азғыру, бұған ермеу керек. Жас кезімде көріп қалайын, ертең қартайғанда не көрем деген сияқты. Ондай емес, жас кезде пайдалы ғылымға қолдану керек. Жақсы ақыл кеңестер тыңдауға, жақсы мақалалар оқуға, тиімді нәрсемен пайдалануға, сондай нәрсеге жұмсау керек. Ал енді ақыретте дейді, көпшілік адамдарымыз айтатыны көппен бірге көреміз де дейді. Сол жағы барған көппен бірге көреміз. Сонда мына дүниедегідей көппен бірге ығысып өтіп кетем деген ой ғой бұл. Ондай нәрсе жоқ қой. Алла Тағала Құран Кәримде «Валақад житумуна фурода кама халақнакум аувала марра». Сендерді әуел баста қалай жаратқан болсақ, тура солай жеке-жеке келесіңдер деген. Жеке-жеке есеп береді. Көппен бірге ығысып кетіп қала алмайсыз. Ол мүмкін емес ондай түсінік. الله
أن لا